Жалпы мемлекеттің осы саяси белсенділікке қатысты әрекеттеріне мүлдем көңілім толмайды. Артынан аңду, жаңағы көшеге шығатын болса, митинг емес па деп сондай бір бақылап отыру, телефонын тыңдау. Тіл мәселесі мемлекеттің мейлінше аз араласу керек нәрсесі деп ойлаймын. Қоғамды бақылаудың бір әдісі ол бұл өмірде ешқашанда шындықты таба алмайсың деген идеяны адамның басына қондыру. Қайырлы күн, тиектің тұрақты көрермендері, біздің бүгінгі әңгімеміз Паперлаб зерттеу орталығының директоры, әлеуметтанушы Серік Бейсенбаевпен жалғасады. Тиек арнасына қош келдіңіз. Мен сізді жақсы білем, сіз Қазақстандағы азаматтық қоғамды зерттеумен айналысып келе жатсыз. Бұған дейін осыдан бір 10 жылға жуық бұрын ғой деймін, Қазақстандағы өшпенділік тіл туралы бір жақсы зерттеу жасағаныңызды білемін. Сол кезде сіз біраз адамдардың өшпенділік тілге қаншалықты қолданатын туралы бір зерттеулеріңізде мысалға алған тұлғалар қазір үлкен саясатқа кірісіп кетті, былайша айтқанда. Жалпы менің сұрағым қазір Қазақстандағы азаматтық қоғамның белсенділігі қалай артып жатыр? Жалпы азаматтық қоғамды қалыптастыруда қандай өзгерістер бар? Енді азаматтық қоғамның не екенін анықтап алайық. Алдымен азаматтық қоғам деп жалпы мемлекеттен тыс өмір сүретін кез келген белсенділік, кез келген қоғамдық институттар, қоғамдық ұйымдарды айтады. Яғни оның ішіне тек қана белсенділер, мемлекеттік емес ұйымдар емес, сонымен қатар кәсіподақтар, саяси партиялар, сосын әртүрлі жергілікті, мысалы үшін тіпті сіз өзіңіздің аулаңызда сол үйдің тұрғындарын жинап бір белсенді топ құрсаңыз, сізде азаматтық қоғамның бір институтын құрдыңыз. Сондықтан да азаматтық қоғамға өте түрлі категориялар кіреді. Енді біз соңғы 30 жылдың ішінде азаматтық белсенділіктің әртүрлі толқынын көре аламыз. 90-шы жылдары өте үлкен бір әркіліс, серпіліс болды. Ол кеңес одағы құлағаннан кейін 90-шы жылдардың ортасындағы бізде жалпы саяси өмірдің қызуы, онда қоғамдық ұйымдар, саяси ұйымдар құрылып, бір азаматтық қоғамның бір үлкен жылдамдықпен дамығандығын көрдік біз. Кейін 2000 жылдарға дейін ол өте қатты дамыды да, кейін 2000 жылдардан бастап бізде азаматтық қоғамға қатысты шектеулер пайда бола бастады. Ол біздегі авторитар биліктің күшеюімен тікелей байланысты. Сосын енді 2000 жылдардың бір ортасына қаратай бір тұрақтану барда, енді қазір, мысалы үшін сол 2015-тен, 16-дан және 19-дан кейін бізде азаматтық белсенділік өте қатты артты. Оның бірнеше факторлары бар. Ішіндегі маңызды факторы ол біріншіден ақпараттық технологиялардың дамуы, яғни түрлі интернеттің кеңінен тарауы, адамдардың смартфон арқылы альтернативті ақпаратқа қол жеткізуі, сосын сондай жаңа байланыс құралдарының кеңінен тарауы адамдардың өзара байланысуын жеңілдетті да, сонымен жалпы азаматтық қоғамның дамуына бір жаңа бір леп берді. Сондықтан да біз осы 2000 жылдардың ортасынан бері азаматтық белсенділік, азаматтық қоғамның дамуында бір тұрақты өсу трендін байқап отырмыз. Енді оның да әртүрлі сипаттары бар. Ол енді мысалы үшін елдегі саяси жағдайға байланысты өзгеріп отырады, әртүрлі қысымға байланысты ол біресе артады, біресе төмендейді деген сияқты. Сосын сайлау кезеңдерінде сайлау кампаниясы басталған уақытта азаматтық белсенділіктің артады да, ал сайлау біткеннен кейін ол төмендеп жатады деген сияқты. Сондай бір ерекшеліктер бар. Жалпы біздің азаматтық қоғамның, оның ішінде азаматтық белсенділіктің артуы біздің қоғамды алға жылжытуға қандай да бір ықпал етіп жатыр ма? Жалпы азаматтық белсенділікке біздің биліктің жауабы қандай болып жатыр? Яғни екі азаматтық қоғам мен біздің биліктің арасындағы арақатынас қалай бағамдайсыз? Негізі кез келген қазіргі күні дамыған мемлекет алатын болсақ, оның басты сипаты ол күшті азаматтық қоғамның болуымен байланысты. Мысалы үшін Батыс Еуропа елдерін алайық, мысалы үшін ақш-ты алайық, бұл елдердің дамуының алғышартының бірі азаматтық белсенділікпенен байланысты. Неліктен? Себебі
жаңағы азаматтар олар өзара пайдалы бір нәтижеге жету үшін еркін біріге алатын кезде, онда олар мынау түрлі мемлекеттік институттарды өзінің бақылауына алады. Ондай институттарды бақылауына алған кезде, ондай мемлекеттік органдар олар қоғам мүддесі үшін жұмыс істей бастайды. Себебі олар мысалы үшін қоғамның алдында жауап беретінін біледі, ертеңгі күні бір заңды бұзса, болмаса бір жемқорлықпен айналса, оның бақылап отыратын журналистер бар, белсенділер бар. Сондықтан да азаматтық қоғам бұл біздің мемлекет үшін қазіргі күні мынау кері қарай кетіп қалмауды ұстап тұратын бір үлкен институт. Бізде сондай мемлекеттік институттар бар ма? Мысалы, азаматтық қоғамның мысалы бір мәселеге қатысты дабыл қаққан кезде соған құлақ асатын, немесе солармен санасатын қандай да бір мемлекеттік институтты атай аламыз ба? Оны мемлекеттің біздегі қалыптасқан саяси жүйенің табиғатымен байланыстыру керек. Өйткені кез келген авторитарлы жүйе, саяси жүйе, ол азаматтық белсенділікті өзіне жау көреді. Неліктен? Себебі бұл мемлекеттің өзінің барынша билігін таратуға, барынша билікті сақтап қалудағы әртүрлі әрекеттеріне бір шектеу қоятын осы азаматтық қоғам. Сол себепті біз секілді авторитарлы елдерде мейлінше қоғам белсенділігін шектеуге заңдар қарастырылады. Мысалы үшін бізде Қазақстанда осы 2000 жылдардың ортасынан бері сіз мысалы үшін мемлекеттік емес ұйым құратын болсаңыз, оған қатысты белгілі бір шектеулер бар. Оның тіркеу рәсіміне байланысты, сосын есеп беру жағынан, мысалы үшін қарапайым ғана мысал, егер азаматтық қоғамның бір институты, ол мемлекеттік емес ұйымдар ғой, қоғамдық ұйымдар, олар егер де сіз сырттан қаржы алатын болсаңыз, оған қатысты арнайы есеп беруіңіз керексіз, қалай жұмсадыңыз, не үшін жұмсадыңыз деген секілді. Сосын бізде арнайы, мысалы үшін қоғамдық даму министрлігі бар, ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне қатысты, олардың арнайы базасы бар. Сол базаға сіз жыл сайын есеп беріп отыруыңыз керексіз. Яғни сіз салық бойынша беретін есебіңізден бөлек, сол осы министрлікке қатысты беретін есебіңіз бар. Атқарылған жұмыстар, сол жұмыстың идеологиясы туралы. Атқарылған жұмыстар, кімнен қандай қаржы алдыңыз, қандай бағытта жұмыс істедіңіз деген секілді. Сондай, яғни бізде азаматтық осындай әртүрлі белсенділік үшін кедергілер көп. Бірақ оған қарамастан біздің қоғам өзгерген. Бағана айтқандай, менің әлеуметтанушы социологпын. Сондықтан қоғамның трансформациясы, құндылықтық трансформациясы маған өте қызық. Біздің соңғы мысалы үшін ең қатты, ең анық байқалатын өзгерістің бірі біздегі азаматтардың, бізде жалпы белсенді азаматтар ортасының қалыптасуы. Ол Алматы, Астана, Шымкент, басқа облыс орталықтарына қатысты көбіне, өйткені ол жерде азаматтар мемлекеттен тәуелсіз жұмыс істеуіне, мысалы үшін бизнес дамыған, сосын жеке маман ретінде сіз жұмыс істей аласыз, мемлекеттен тәуелсіз болғандықтан сіз қолыңыз байлаулы емес. Ой тәуелсіздігіне қол жеткізесіз. Ой тәуелсіздігі, іс тәуелсіздігі деген секілді. Сол нәрсе ол осы азаматтық қоғамның дамуына өте қатты көмектесіп жатыр. Соңғы уақыттағы көп мәселелердің шешілуі осы түрлі белсенділердің, болмаса қоғамдық ұйымдардың әрекетінен байланысты. Маған мысалы үшін қатты соңғы уақытта бір ерекше атап өтетін белсенділік ол мемлекеттік бюджеттің жалпы соған бақылау жасайтын түрлі ұйымдардың пайда болуы. Мысалы үшін Протенге деген телеграм каналы бар, жалпы сондағы бірнеше ғана журналист жұмыс жасайды. Оның басшысы Джамиля Маричева деген журналист, маман. Яғни ол кісі осы идеясы, осы кісінің командасыменен қазір қандай сол мемлекеттің ақшасының
жемқорлыққа болмаса бір басқа сыртқа жұмсалып кетпеуіне қандай үлес қосып жатқан? Мақсатты жұмсалуына бақылау орнатып отыр. Зерттеу институты да бар, Шолпан Айтенова сосын Рас айтамын телеграм каналы бар. Ол жердегі де біздің әріптестеріміз әсіресе мынау бақ саласына бөлінетін бюджет қаржысы туралы ақпараттарды салып отырады. Яғни осындай бірнеше ұйымды атап өтуге болады. Барлығының істеп жатқан нәрсесі, мысалы үшін осындай қаншама осы қаражаттың осындай белгісіз жаққа жұмсалып кетпеуіне қандай үлес қосып жатыр. Сол секілді жергілікті, мысалы үшін кішігірім қалаларда түрлі экологиялық белсенділік, жаңағы құрылыс компанияларының әр жерге жаңағы үйді сала беруіне қарсылық белсенділік. Оның бәрін жасап жатқан қарапайым азаматтар. Кіші Талдыкөл мәселесін айтуға болады ғой осы жерде. Астанадағы Талдыкөл мәселесі. Енді олардың қанша енді қарсылығына қарамастан көлді көміп жатыр, көміп тастады дегенменен де ол бірақ орнында екі орталық ашамыз деген мәмілеге келе бастапқыда. Бастапқыда көлді бірақ құрғату туралы мысалы жоспар болған шығар, бірақ экоактивистердің белсенділігі арқасында оның белгілі бір бөлігін абаттандырып, кәдімгі көлді сақтап қалу туралы шешім қабылданды. Жалпы бұл енді қарап тұрсаңыз, бұның барлығы бұл қаншалықты азаматтық қоғамның белсенділігімен байланысты. Мемлекеттің әртүрлі бағыт бойынша осындай халықаралық қауымдастықтың жауапкершілікті алған, бірақ та ол жауапкершіліктің орындалмауы ол мемлекеттің құзыретінде. Ал соны есіне салып, оны бір аргумент ретінде пайдаланатын осы қоғам белсенділері. Сол себепті, енді көзге көрінбейтін жұмыс, мысалы үшін көпшілік бізде алдында осыдан 2 жыл бұрын сауалнама жасағанбыз, сонда сіз қоғамдық ұйымдардың жұмысы туралы білесіз бе деген тек қана 20% ғана жалпы хабары бар болып шықты. Яғни халықтың 80% қоғамдық ұйымдар деген не екенін, немен айналысатындығын білмейді. Бірақ жаңағы мысалы үшін онкоаурумен ауыратын балалар бар, жаңағы түрлі мүгедектігі бар адамдар бар, сондай жаңағы СПИД мәселесі бойынша осындай мемлекеттің енді барлық нәрсеге оның қауқары жетпейді, бірақ та осындай өте маңызды мәселелерді шешуде азаматтық қоғамдық ұйымдар өте үлкен іс атқарып жатыр. Сосын мысалы үшін тағы да бір азаматтық қоғамның белсенділігінің артқанының көрінісі қазіргі күні мынау әртүрлі қайырымдылық қорлары, қайырымдылық акцияларының көбеюі. Инстаграмды ашып қалсаңыз, қаншама адам, қаншама ақша бірігіп отырып, баспана әперуге, шетелде емдетуге. Енді былай қарап отырсақ, бұның өзі мемлекеттің халық алдында орындауға тиіс міндеттемесі ғой. Мемлекет жаңағы әлсіз болған кезде, тиімсіз болған кезде, ондай кезде азаматтық қоғамның осындай оянуы ол заңды нәрсе. Бірақ та мысалы үшін салыстырмалы түрде бұл нәрсе Өзбекстан, Тәжікстанда әлдеқайда аз дамыған. Неліктен? Себебі ол жердегі азаматтық қоғам біздегідей күшті емес. Яғни біз бұны бір қайырымдылық деп қана қарауымыз мүмкін, бірақ та кішкене кеңірек қарасақ, бұл нағыз азаматтық қоғамның өзінің жаңағы бір жаңа деңгейге шыққандығын білдіреді. Неге? Себебі біріншіден жаңағы жаны ашитын, бір пайдалы іс жасағысы келетін азаматтар бар біріншіден. Екіншіден олардың бірігуіне мүмкіндік бар, ол ақпараттық технология. Сосын соларды біріктіре алатын әртүрлі белсенділер бар. Яғни осының бәрі біріге отырып, үлкен азаматтық қоғамды құрайды. Бұл салалық мемлекеттік органдардың масылдығын әкеп соқпай ма? Мысалыға шетелде балаларды емдету қажет, мысалы квота берілу керек. Жарайды, квотаны қысқарта салайық, біздің азаматтық белсенділер бар ғой, солар ақша жинап береді деген нәрсеге алып келмей ме деген мәселе сұрақ туындайды да осындайда. Әдетте халықты масыл деуші еді, енді олардың да масыл кетті қабы. Жақсы идея негізінде. Біз үйретіп алмаймыз ба үкіметті осындай бастамаларымызбен? Үкіметтің жұмысын бақылап отыру, және де нені істеу, нені істемеу керек екендігін оның азаматтық қоғам айту керек, көтеру мәселені. Бізде мемлекеттік аппарат өте үлкен, өте көп қаржыны пайдаланады, бірақ нәтижесі өте төмен. Салыстырмалы түрде дәл сол жұмысты азаматтық қоғам әлдеқайда тиімді жасайды, көріп отырсаңыз. Яғни бұндағы егерде азаматтық қоғам өзіне жауапкершілік ала алатын мәселелер болса, онда неліктен азаматтық қоғам оны ары қарай жалғастыра бермеске? Яғни мемлекеттік органдардың кейбір функцияларын әлде де болса жеке секторға беру керек. Бізде мемлекет өте көп қатарласады. Экономикадағы ықпал, енді білесіз, экономика, саясат, мәдени өмір, күнделікті өмір, дін, кез келген саланы алыңыз, журналистика. Мемлекет бізде тым көп,
Сондықтан мемлекетті керісінше осындай ары қаратай итеріп, ол азаматтық қоғамның ықпал ету аймағын дейміз ба, зонасын дейміз ба, кеңейту керекпіз. Әрбірден соң мемлекеттік биліктің міндеті реттеуші ғана ғой. Тиісті заңнамаларды қабылдау, жасау. Заңдарды, жақсы заңдар қабылдау және оның орындалуын қамтамасыз ету. Негізгі функциясы сол. Бұның барлығы енді біздің азаматтық қоғамның мынау саяси аренадан тыс белсенділігі туралы, қазірге дейін айтылған әңгіме. Енді менің келесі сұрағым сіз жақсы білесіз, Oxus Society ұйымы Орталық Азиядағы наразылық әрекетінің барометрін жасап шықты. Сіздің одан хабарыңыз бар, мен көрермендер үшін атап өтейін. Мысалы, Қазақстанда 2019 жылы 230-дан астам наразылық акциясы өткізілген болса, 2020 жылы, яғни пандемия күйіп тұрған кезде 500-ден астам наразылық акциясы болған. Және 2021 жылы жарты жылдың өзінде 550-ден астам наразылық акциясы болған. Яғни карантиндегі шектеулерге қарамастан адамдар жыл сайын осы ұйымдасып өздерінің наразылықтарын білдіріп отыр. Бұл наразылық акцияларының басым бөлігі елдегі саяси ахуалға қатысты екенін сіз жақсы біліп отырсыз. Яғни сіз жаңа айттыңыз, біздің азаматтық қоғамның белсенділігі жақсы артып келе жатыр дедіңіз. Ал енді осында саяси аренадағы белсенділікке біздің биліктің жауабы көңіліңізден шыға ма? Жалпы мемлекеттің осы саяси белсенділікке қатысты әрекеттеріне мүлдем көңілім толмайды. Бізде жалпы қоғамдық белсенділікті мемлекет қолдағанменен де дәл саясатқа келген кезде бізде өте осындай шектеулер өте көп қойып қойған. Біз алдында 2019 жылы зерттеу жасағанбыз. Қазақстанның бірнеше қалаларына барып, осындай азаматтық белсенділермен сұхбаттастық. Сондағы арасындағы жаңағы саяси өмірге араласатын және де бір саясатқа қатысты акциялар ұйымдастыратын белсенділерге қатысты өте үлкен қысым бар. Ол жергілікті әкімдіктер тарапынан әсіресе жергілікті құқық қорғау органдары бар. Мысал үшін жаңағы бақылаушылар ұйымы, мысалы 2019 жылы олар үлкен күш екенін көрсетті. Сонда біздің жаңағы Орал қаласындағы бір бақылаушының айтатын нәрсесі, артынан аңду, жаңағы көшеге шығатын болса, митинг емес па деп сондай бір бақылап отыру, телефонын тыңдау, жаңағы жұмысқа тұруына, жұмыс істеуіне кедергі келтіру деген секілді өте үлкен қысым бар. Сондықтан да жаңағы сіз айтқан статистиканың негізгі идеясы ол бізде расында да осы азаматтық белсенділіктің бір жаңағы саяси белсенділіктің артуын біз байқап отырмыз. Яғни азаматтық қоғам дамыған кезде ол тек қана бір бағытта ғана дами алмайды. Ол жаңағы саясатқа араласу да ол дамуы ол заңды нәрсе. Ал бізде жаңағы әлі сайлау болмағандықтан, жергілікті әкімді сайлай алмағандықтан азаматтар осы саясатқа келген кезде өте көп қарсылықтар өте көп. Мысалы үшін митинг жасайтын болсаңыз, сізге жаңағы арнайы орын беріп қояды митинг өткізуге, болмаса жаңағы сіздің тақырыбыңызға қаратай рұқсат береді, рұқсат бермейді деген секілді. Сол себепті біздегі қазіргі негізгі конфликт туындайтын кеңістік осы саяси арена. Жаңа айтқандай дамыған, жетілген азаматтық қоғам қалыптасып үлгерді, бірақ біздегі саяси институттар артта қалып қойған өте консервативті, жаңағы инклюзивті емес. Инклюзив деген қазір өте маңызды категория, себебі инклюзивті институттар болмаса, ешқандай мемлекет алға дамый алмайды. Осы жақында ғана неге мемлекеттер дамымай қалады деген кітап қазақша аударылып шықты ғой, Why Nations Fail деген, жаңағы Дарима Джумоглу мен Джеймс Робинсонның кітабы, атақты кітап. Сол кітап қазақшаға аударылған екен, өте қуаныштымын. Енді сол кітаптың негізгі идеясы да осы. Мемлекет экономикалық тұрғыдан өркендеу үшін ол инклюзивті институттар қалыптастыру керек. Ол дегеніміз не? Ол түсінікті болу үшін бір мысал келтірейін. Өткенде Жезқазғанға барып, бір дөңгелек үстел өткізетін болдық. Оның ұйымдастырумен айналысқан жергілікті әкімдік, сонда біз қосымша бір тағы 2 адамды ұсындық. Бірақ сол күні дөңгелек үстел өтетін күні белгілі болғандай, ол 2 адам оның алдында әкімдікті сынаған екен. Сондықтан ол 2 адамды әкімдік кіргізуіне қарсы болды. Біз айтамыз, ол қоғам белсенділері, осы қаланың тұрғындары қатыссын, тақырыпқа қатысты ой пікір білдірсін. Сонымен біраз қарсылық болды, кейін кіргізді.
ешқандай да болған жоқ. Ол кісілер сол дискуссияға бір жаңаша жаңағы мазмұн қосты деген секілді. Сонда қарапайым ғана мысал, егер де осы инклюзивтілік тұрғысынан қарайтын болсақ, онда әкімдік тек қана өзіне ұнайтын адамдарды жинап, дөңгелек үстел өткізгісі келеді. Яғни олар инклюзивті емес, ол экстрактивті институт деп айтады. Жасанды ғой былайша айтқанда. Яғни осындай институттар бар, әлі бізде өте қалып отыр. Бұндай институттар өзгермейінше бізде жаңағы экономикалық дамуда болмайды, саяси дамуда болмайды. Сол себепті бізде мейлінше жаңағы еркіндікке мүмкіндік, еркіндік біздегі негізгі жаңағы жетіспейтін құндылық. Азаматтарға көп бізде мысалы үшін адамдарға, халыққа керегі ол жаңағы әлеуметтік жағдай, тек қана ақшасы өссе болды деген бір өте примитивті түсінік бар жоғары жақта. Бірақ шын мәнісінде бізде қоғам кедей. Шалғай аудандарда адамдарға шын мәнісінде әлеуметтік ол бірінші мәселе, өйткені ол бірінші қажеттілігіміз. Бірақ сонымен қоса еркіндік те керек. Сол нәрсені бізде ұмытып жатады, өкінішке орай. Қайта оралғым келіп отыр, өйткені жақында білесіздер, мынау жекелеген сайттарда, ақпарат құралдарында бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Кәрім Мәсімовтің Венгрия елінің азаматы екен деген ақпарат шықты да, оны сол елдің премьер-министрі растады деген ақпарат шықты. Бірақ көп ұзамай біздің тиек арнасы журналистері осы Венгрия мемлекетінің Қазақстандағы елшісіне хабарласты. Бірақ елші мырза ол ақпаратты жоққа шығарды. Және бұл жоғарғы шығарған туралы ақпаратты біз әлеуметтік желілерде бөлістік, бірақ ол ары қарай резонанс туғыза қоймады. Содан кейін қайтадан сол Венгрия мемлекетінің Мажарстанның сыртқы істер министрлігіне сауал жолданды. Ол сыртқы істер министрлігі де ол мемлекеттің біздің елдегі елшінің сөзін растады, яғни Мәсімов ол елдің азаматы емес деген. Қарап отырсаңыз, бұл белгілі бір деңгейде халықаралық дауға ұласатын дерек, ақпарат, факті. Бірақ бұл біздің Қазақстан қоғамында қандай да бір резонанс туғыза қойған жоқ. Осыған қатысты пікіріңіз қандай? Ең бірінші айтылған ақпарат сол маңызды да. Кім бірінші айтып үлгереді, солар сияқты. Екінші жағынан бір қоғамның енді Мәсімовтің имиджі жақсы емес қоғамда, ол ешкімге ұнамайтын. Біресе оның ұлтын айтады, біресе жаңағы комитеттегі жұмысын айтады. Сол себепті бір сондай бір халықтың көңіл күйіне қона қалған ақпарат болды, ол негізі. Халық күтіп отқан бір ақпараттың бірі болған шығар деп ойлаймын. Бірақ енді жалпы бізде саясатта жоғары осындай лауазымды адамдарға қатысты, адамдардың барлығы, олардың 2-3 бір азаматтығы бар, шетелде үйі бар, есепшотында қыруар қаржы деген нәрсе, ол бір норма сияқты қабылданады. Яғни азаматтар бізде қоғамда олар бұл саясаткерлердің барлығы шынайы емес, таза емес деген нәрсе өте бір кең тараған нәрсе. Сондықтан және оны айыптамайды. Айыптамағаннан бұрын еті өліп кеткен сияқты, бұл нәрсеге оны бір қабылдау, оған мойынсыну деген нәрсе емес. Олардың барлығы сондай шетінен сатқын, шетінен жемқор деген секілді нәрсе бар. Бұл енді бір ақпараттық соғыстың бір көрінісі сияқты. Енді қазіргі күні не көп, әртүрлі қауесет, әңгіме көп, ақпарат көп, ешкімге сенбейді. Біреу былай екен, анау мынандай екен, мынаның тыңшысы екен, мынаған жұмыс істеген екен деп. Бұл енді бір жағынан көп жағдайда арнайы жасалынатын бір ақпараттық саясат сияқты көрінеді маған. Өйткені қоғамды бақылаудың бір әдісі, бұл өмірде ешқашанда шындықты таба алмайсың деген идеяны адамның басына қондыру. Себебі адам манипуляция. Сіз егерде ешқашан шындықты таба алмайтындығын білсеңіз, сіз ешқашан шындықты іздемейсіз, себебі барлығы өтірік айтады. Ешкім шындықты айтпайды деген бір ұстаныммен өмір сүресіз. Ал бұндай қоғамды басқару өте оңай. Қоғамды бір-біріне қарсы қою өте оңай. Сондықтан да осы жағдайларды бұндай кезде азаматтар мейлінше бір скептикалық көзқараспен қарау керек секілді, және де бұндағы талап ететін нәрсе ол неліктен қаңтар оқиғасы бұл тікелей қаншама адамның өмірін алып кетті, қаншама адам бұған қатысты, неліктен бұған қатысты күдіктеліп отқан адамдардың соты жабық түрде өтеді. Себебі ол деген тікелей егерде қылмыс жасаса, мемлекетке, азаматтарға қарсы қылмыс жасап отыр ғой. Сондықтан да осы
істі ашық қылуға ол азаматтар мүдделі, оны ашық қылдыру керек, соны талап ету керек деп ойлаймын. Және де оны жабық күйінде қалуы бұл жалпы бұған қатысты мемлекеттің осы тергеу әрекеттері, жалпы мемлекет беріп жатқан ақпаратты бір сыни қарауға алып келеді. Яғни сіз қоғамға ақпарат бергіңіз келмесе, қоғам сізге сенбейді. Қанша оны бір осындай манипуляция арқылы мынаның азаматы болған екен, мынаншама ақшасы болған екен деп сондай бір қауесет таратыңыз. Бірақ ар жағында бір шынайы позиция, бір ашық, бәрін ашық айтуға деген бір ұмтылыс тұрмаса, азаматтар оған сенбейді. Мен осы сұхбаттан кейін түсініп отырмын да, бізде азаматтық қоғамның белсенділігі өзі белгілі бір тақырыптарда, белгілі бір салаларда ғана іріктеліп белсенді болатын сияқтымызда. Мысалы, Мұхарияпов ісінде білесіз, біздің Қазақстан қоғамы қандай дүрете қалды. Тіпті орыс тілінде сөйлейтін, қазақша білмейтін қазақтардың өзі оған қарсы уәж айтып, арнайы посттар жазып жатты да, мысалыға, оның басқаратын компаниясының рейтингісін төмендетіп тастады, оның кешірім сұрауына дейін алып келді. Яғни бұл азаматтық қоғамның бір белсенділігінің көрінген бір әдемі сәті болды. Бұл жерде контекст өте маңызды. Мысалы үшін Мұхарияпов осыдан бір 5 жыл бұрын осыны нәрсе айтатын болса, оның дәл осындай резонанс болатынына күмәнім бар. Неліктен бұл нәрсеге өте қатты әсер етті? Себебі Украинадағы соғыс жағдай, біздегі одан кейінгі релоканттардың келуі, мигранттардың келуі Ресейден. Сосын жалпы адамдардың қазақ тілі, оның ішінде қазақтардың мүддесінің бір шектеле беруіне бір әбден бір көңілі қалу, бір сондай нәрсе бар қоғамда. Себебі біздегі осы саясатқа адамдарды араластырмаудың өте үлкен бір негативті жағы осы қоғам өзі қалайтын мәселелердің көтерілмеуі, жоғары жақта айтылмауы, оған қатысты өзгерістердің болмауы. Ол мәселе ол қазақ тілі мәселесі. Мемлекет жоқ, біз бәрін қатырамыз, бұл тақырыпты саясиландырмаңдар деп шектеп тастады, ал бірақ егер саясиландырмасаңыз, онда басқаша көрініс береді ондай белсенділік. Яғни бұл тақырып парламентте талқылану керек, ол заң талқылану керек ашық түрде. Сол мәселені көтеретін депутаттар отыру керек, бірақ оның бәрі жоқ. Әрине осындай реакция болады. Осы тіл мәселесі дегеннен шығады. Тіл мәселесінде мынау әсіресе брендтер дейді ғой, мысалы шетелдік брендтер Қазақстанда жұмыс істеп жатқан жекелеген кәсіпорындар, ол отандық кәсіпорындар болсын, жекелеген мысалы мемлекеттік органдардың өзіне болсын, қазақша жаз деген қозғалыс ұйымдастырылған. Жалғас Ертай деген әріптесіні жетекшілік етеді. Соның бастамасымен жаңағы қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтудің бір былайша айтқанда әдемі этикетке құрылған бастамасы бар да, сол жақсы нәтиже беріп келе жатыр. Мен кейде ойлаймын, осы біз бюджеттен мемлекеттік тілді дамытамыз деп миллиардтар бөлгенше, бәлкім сондай қозғалыстарды қолдау керек шығар. Келісемін. Яғни бұл тіл мәселесі мемлекеттің мейлінше аз араласу керек нәрсесі деп ойлаймын. Мейлінше бұны азаматтық қоғамның өзінің үлесіне беру керек. Өйткені бізде жаңа айтқандай бір қатып қалған бірнеше тақырып бар. Бұл мәселені бір мемлекет біз араласпасақ бұл мәселе шешілмейді деп ойлайтын сияқты, және азаматтық қоғамға сенбейді, халыққа сенбейді. Қауіп көреді. Өкінішке қарай. Тек арнасымен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Тек арнасын көріп жүріңіздер. Ал Серік, сізге бізге арнайы уақыт бөліп келгеніңіз үшін алғыс айтамыз. Рахмет сізге де.